білім беруді дамытудағы басым міндеттері болып табылады. Сауаттылықтың негізі бастауыш сыныптарды қаланатыны белгілі. Онда тілдік іс-әрекеттің түрлеріне, жазуға, оқуға, әңгімелеуге, тыңдауға, есепке үйрету екітілді түрде жүреді. Сондықтан жалпы оқу біліктерін дамыту ұйымдастырушының интеллектуалдық, коммуникативтік және бағалаушылық бұл функционалдық сауаттылыққа жол. Сіздер білесіздер, бұл бірінші оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану ғылыми сауаттылық. Келесі. Енді мен сіздерге тоқталып кетейін деп отырғаным, білеміз, жылда бізде математика айналамызда және оқуға құштар мектеп жобасы жүреді. Мен негізі осы функционалдық сауаттылықты негізі осыған өзім жасап алған. Өйткені оқушылардың жобасының аясында зерттеу бағдарламасы білім беру сапасын көтеруге, функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған болатын. Бұл білім беру саласындағы басым бағыт болып табылады. Ал оқуға құштар мектеп жобасы аясында зерттеу бағдарламасы білім беру оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын қалыптастыру, кітап оқуға ынтасын арттыру, көпшілік алдында өз ойын еркін жеткізуге, тіл байлығын арттыруға ықпал етеді. Барлығымыз білеміз. Кішкене кешіріңіз, негізі слайдта тұрған нәрселерді айтып қажет емес, слайдта тұрған нәрсені көпшілік. Сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Математика сіздің өміріңізге қалай әсер етеді? Күнделікті өмірде математикалық терминдерді қолданасыз ба? Сатып алу үшін де математиканы білу қажет пе? Қажет, өте керек қажет. Сонда біз негізі практикада қолдана аламыз математиканы. Өйткені математика менің өмірімде, өйткені айналаның барлығы математика. Далаға шықсаңыз, сырттағы қандай үйді көріңіз, басқа дүниені көріңіз, барлығы математика. Оны балалар білу керек. Біздің балаларымыз көбіне сыртқа шыққанда сұрасаң көбі білмейді ғой. Айналамыздағы, мысалы, бүкіл барлығы фигура. Сол фигура арқылы балалардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруымыз керек. Далада жүргенде де. Және математика бизнесте, саудада. Қажет па? Қажет. Математика тегін саласында. Қажет па? Қажет. Егер біз оны өлшеу білмесек, метрін білмесек, онда біз не боламаймыз ғой. Және математика курста. Ол да өте қажет дүние. Келесі. Енді мен өзімнің тәжірибем бойынша осы математика айналамызда білесіздер, барлықтарыңызға тапсырма беріледі. Сол тапсырманы орындауда өзіме қандай әдіс тәсіл қолдандым. Мысалға, сыни тұрғыдан ойлауға оқыту модулі жүзеге асыру барысында математикалық ребустарды шешу орындай отырып, математикалық сауаттылығы мен логикаға деген қызығушылықтарын арттыру барысында математикалық ребустар байқауы ұйымдастырылды. Және осы математикалық есептеулер математикалық сауаттылықтың есеп шығарудың бастауы ретінде қабілеттер мен дағдының қалыптасуына ребустарды шешу өте маңызды. Сонда оқушылардың жаңа функционалдық сауаттылығы дамиды. Келесі. Енді келесіде мен сандар күні тақырыбында сынып сағатын өткіздім. Ол кезде оқушылармен диалогтық әдісте талданып отырған мәселе бойынша әрбір оқушы өз ойын, топшылауын, пайымын білдірді. Өзіндік дәлелдер келтіріп отырды. Барлығымыз білеміз, адам өмірі сандармен тығыз байланысты. Сан ол адам өмірінің бір бөлшегі сияқты. Сондықтан оқушылар сандар өмірге қажет, сандар мен цифрлар бір-біріне керек, әр санның өзінің құпиясы бар екеніне көз жеткізді. Келесіде енді қызықты сандар мен фигуралар туралы қызықты әңгімелесу болды. Жоқ, жаңағы 6-шы слайдқа барамыз. Сонда мынандай сұрақтар туындады. Неліктен олай бөліндің, себебі не? Жаңа оқушыларды топқа бөлдік қой фигура арқылы. Сонда оқушылар ашық сұрақтар қойып бір-біріне. Оқушылар сандар мен фигуралар туралы өз білгендерін ортаға салды. Әр топ өздеріне берілген тақырып облыстық жобаға қатысқанбыз. Онда мен оқыту мен оқудағы математикалық функционалдық сауаттылыққа арналған жинақ жасағам 2-4 сыныптарға. Соның барысында алғыс хатпен марапатталған. Келесі. Енді мысалға біз оқушыларға функционалдық сауаттылыққа байланысты тапсырма береміз. Мысалға оқушыларға айтсақ, мына жерде неше қоян тығылып отыр десеңіздер, неше қоян тығылып отыр? 4-теу. Мысалға оқушылар неше деп айтуы мүмкін? 8 деп айтуы мүмкін. Дұрыс айтасыздар. Сонда біз оқушылардың негізі ойын тыңдалымын дамытуымыз керек.
кейбір оқушыларға мысалы бірдеңені айтып тұрасыз да өзіңіз бір нәрсені көрсетсеңіз соны қайталай салады. Иә? Сондықтан оқушы тыңдалуы. Немесе әртүрлі фигура бергенде мысалы жоғарғы фигурада қандай заттар жасауға болады. Немесе геометриялық фигуралар беру арқылы 1 минуттың ішінде адамның әр мүшесіне қай фигурада салғанын айтып өтеді. Мысалы адамның мүшесіне байланысты өздері фигуралар таңдап алуға болады. Келесі. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Теңдіктің сол жағындағы сандардың арасына теңдік орындалатындай етіп қосу таңбасын қой. Мына сандарды аласыздар да қосу таңбасын қойғанда 500 шығады. Ал ойлансаңыздар 1 минут. 1 минут көп болады. Жарым минут. Жарты. 2 секунд болса да. Иә, плюс қоясыз. Тек қана плюс қою керек. Тек қана плюс қоясыз. Негізі осындай тапсырманы көп берсек, балалардың жаңағы функционалдық сауаттылығы, ойлануы, мына екі несі дами бастайды ғой, ойлауы. Болдыңыздар ма, аша берейін? Жақсы. Өздеріңіз тексересіздер. Ашып жеңіз шынын? Жоқ, жаңағы төрт көшін ашып жеңіз. Жауабын ашып жеңіз. Қосу арқылы шарт. Қос. Жауап жоқ па? Анан алып тастайсыз. Немен? Кәдімгі слайдқа кіресіз. Енді алып Енді шығасыз. алып тастаңыз. Жақсы, рахмет. Келесі кете беріңіз. Енді мен тоқталатыным бұл жерде білесіздер тағы да оқуға құштар мектеп жобасын алып отырмын. Бұл жерде оқушылар жаңағы бір отбасы, бір кітап облыстық акциясында өткізілген іс-шаралар. Онда оқушылар жақсы бір кісіде қатысып отырды. Көптеген жұмыстар жүргізілді. Бұл жерде мысалға бастауыш сынып оқушылардың қызығушылықтары мен математикалық сауаттылығын дамыту. Сандар мен фигура арасындағы заңдылықты анықтай отырып, сан мен фигура өзара байланысты екеніне көз жеткізді. Және бұл жерде оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру барысында математикалық мәдениетті қалыптастыру, математикалық сауаттылықты дамыту болып табылады. Келесі. Енді келесіде ол біздің айналамыздағы математика жобасы бізде 2015-тен 2018-ге дейін кәдімгі мектепшілікте болған. Сол уақытта біз 2018 жылы қалалық біздің айналамыздағы математика жобасын қалалық мектепте өткізгенбіз. Видеосы бар, соның бас жүресі бар жоғарыда. Әдіс-тәсілдер жүргізілді. Және осы функционалдық сауаттылық бойынша тапсырмалық жинағын жасау арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық жұмыстарына дегенде қызығушылықтарын ояту. Келесі. Енді тағы да біз 5 диктантын алдық. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар 5 диктантын. Енді сіздерге бірінші сөз, сосын сөйлем, сұрақ, жауап, мәтін. Мына мен өзімнің оқушылардың бақша ағаштары әңгімесі арқылы жасаған жұмыстары. Енді сіздерге тапсырма отан. Отанға байланысты сөз отанды аласыздар, сөйлем, сұрақ, жауап, мәтін береді. Кім айтып береді? Енді сіздер енді жаңағы отбасылық кітап оқу, дәстүрін қайта жаңғырту, оқырмандардың жан дүниесінде рухани ізгілікті қалыптастырады деп ойлаймын. Енді қорыта келгенде соңғысын аша береміз. Қорытындылай келе функционалдық сауаттылық оқушылардың рухани байлығын, ұлттық құндылықты бағалай білуге, келешекте өз білгенін өмірде қолдана алатын тұлға шығады. Бәсекелестіктің озық нышандарының бірі сауатты тұлға болып қалыптасады, болашақ мамандығын таңдауға да септігін тигізеді. Енді менің ұсынысым бұл жерде. Жоқ, бұл емес, менің ұсынысым. Менен басқаша алып кеткенде функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған сабақтар ұйымдастырылса, білімнің деңгейлері мен бағыттары бойынша, мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бағдарламасы бойынша ата-аналармен семинарлар өткізілсе. Жақсы. Енді ұсыныс дегенде сіз мына ұсынысты бізге айтып тұрсыз ғой. Енді бұл өткізілсе деп тұрсыз. Өткізе беріңіз. Әр мектепте өздері өткізу керек.